Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгін біз сабағымызда менің, сенің, оның және тағы да басқа тәуелдік жалғауларын үйренетін боламыз. Олай болса, бастайық. Менің, my, ағылшын тілінде қазақ тіліндегідей сөйлеудің сыпайы және анайы түрі жоқ. Сондықтан олар тек you, яғни сен сөзін ғана пайдаланады. Сенің, сіздің, your. Ағылшын тілінде ер адамды және әйел адамды айтқан кезде пайдаланатын өздерінің жеке-жеке есімдіктері бар. Мысалы, ер адамға оның, his. Енді әйел адамға арналғаны оның, her. Енді көпше түрлерін үйренейік. Біздің, our. Ағылшын тілінде сен тәуелдік жалғауының көпше түрі жоқ. Сендердің, сіздердің, your. Енді бұларды қалай ажыратамын деген сұрағыңыз болса, оған уайымдамаңыз. Себебі сіз бұл сөздері бар сөйлемдерді аударған кезде олардың айырмашылығын бірден көретін боласыз. Олардың, their. Ал енді бір қайталап шығайық. Менің, my. Сенің, сіздің, your. Ер адамды айтқандағы оның, his. Әйел адамды айтқандағы оның, her. Біздің, our. Сендердің, сіздердің, your. Олардың, their. Ал енді мысал келтіру арқылы біз үйренген сөздеріміздің сөйлемнің ішінде қалай пайдаланылатынын көрейік. Бұл менің елім. This is my country. This is my country. This is бұл my менің country елім. Бұл менің картам. This is my card. This is my card. This бұл my менің card карта. Бұл жердегі карта, яғни ақша төлейтін карта. Бұл сенің тортың. This is your cake. This is your cake. This бұл your сенің cake тортың. Бұл сенің пышағың. This is your knife. This is your knife. Қарап отырсаңыз, knife сөзінің алдында к деген әріп бар. Бірақ біз оны айтқан кезде оқымаймыз. Оқылады, бірақ айтылмайды. Knife, пышақ. Бұл сіздің үйіңіз. This is your house. This is your house. This is your house. This бұл your сіздің house үйіңіз. Бұл сіздің көйлегіңіз. This is your dress. This is your dress. This бұл your сіздің dress көйлегіңіз. Берілген мысалдарда сенің, сіздің сөздеріне арналған сөйлемдерді тек қана қазақ тілінде ғана айырмашылығын көріп отырсыздар. Ағылшын тілінде сол қалпында қалай береді? Себебі алдында айтып кеткенімдей, ағылшын тілінде сенің, сіздің деген тәуелдік жалғауларының екі түрі жоқ, тек қана бір ғана сөз арналған. Сондықтан алдындағы берілген мысалда сіздің деп те аударылуы мүмкін. Ол тек қана диалогтың өзінің ресми бейресмилігіне байланысты. Мысалы, достар арасында ол әрине көбіне сен болады. Ал егер ресми кездесу болатын болса, онда әрине сіз.
Бұл оның төсегі. This is his bed. This is бұл his оның bed төсегі. Бұл оның ақшасы. This is his money. This is his money. This is бұл his оның money ақшасы. Бұл оның кілті. This is her key. Бұл жердегі her әйел адамды айтып тұрғандағы оның. This is бұл her оның key кілті. Бұл оның кеңсесі. This is her office. This is бұл her оның office кеңсесі. Бұл біздің бағамыз. This is our price. This is our price. This is бұл our біздің price бағамыз. Бұл біздің жолымыз. This is our road. This is our road. This is бұл our біздің road жолымыз. Бұл олардың бақшасы. This is their garden. This is бұл their олардың garden бақшасы. Бұл олардың бөлмесі. This is their room. This is бұл their олардың room бөлмесі. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналдағы барлық сабақтарды рет-ретімен плейлист бөлімнен көре аласыздар. See you! Көріскенше!